Петропавлда Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада Америка Құрама Штаты елшілігінің көмегімен жаңартылған түрдегі америкалық бұрыш ашылды. Енді бұл жерде ағылшын тілін үйренуге қызығушылық танытқан азаматтар ағылшын мәдениетімен жақынырақ таныса алады. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада ақш елшілігінің қызметкері Рен Эльхай америкалық бұрыш ашты. Мәдениет орталығын кітапхана мен ақш елшілігі бірігіп қолға алған. Орталықта Америка мәдениеті мен ақштың білім жүйесі жайындағы ақпараттар ұсынылып, түрлі шаралар мен бағдарламалар өткізіледі. Облыстық кітапхана директоры Бейбіткүл Әбілмажынованың сөзінше, кітапхана заманауи стандарттарға сәйкес жабдықталған. Оқырмандарға ағылшын тілін үйрену үшін үлкен ақпараттық мүмкіндік ашылды. Ол біріншіден ақпараттық ресурстар. Ол ағылшын тіліндегі ашық электронды кітапхана. Ол әңгімелесу, пікірталасу клубтары. Ол балалар мен ересектерге арналған тегін ағылшын тілі курстары. 10 жылдан артық қызмет етіп келе жатқан мәдениет орталығын заманауи түрде жаңартуға демеу көрсеткен ақш елшілігі екен. Цель моего визита. Менің Петропавлға келуімнің себебі, біз жаңарту жұмыстарынан кейін америкалық бұрыш ашып жатырмыз. Бұл мәдениет орталығы Сәбит Мұқанов атындағы кітапханада орналасқан. Біз бұл орталықты мақтан тұтамыз, себебі ол студенттерге, сонымен қатар бұл облыстың барлық тұрғындарына Американың мәдениеті жөнінде көбірек білім алуға көмектеседі. Сондықтан мен бұл орталықтың ашылу салтанатына келдім. Рен Эльхай журналистерге берген сұхбатында Америка мен Қазақстанның мәдениеті әртүрлі болғанмен, екі елді ортақтастыратында жайттардың бар екенін айтты. Мен Қазақстанда 100-ден артық ұлттың тұратынын естідім. Бізде де көп ұлтшылық маңызды болып саналады. Өзге мәдениеттерді сыйлау маңызды болып саналады. Сондықтан қазақстандықтарға Американы түсіну қиынға соқпайды деп ойлаймын. Менің елім бұл жерден алыс болғанымен, қазақстандықтар Американы түсінеді деп ойлаймын. Себебі Қазақстанда да ұлт көп және басқа мәдениетке сыйластықпен қарайды. Біз гимназиясының оқушысы Алюна Бородина ағылшын тілі мен мәдениетіне аса қызығатындардың қатарында. Ол балалық шағынан ағылшын тілін жетік меңгеріп, Еуропа елдерінде тәжірибе жинақтауды армандайды. Менің ағылшын тілінен білімім жоғарылаған кезде 8-ші сыныптан бастап осы жерге келемін. Бұл жердегі түрлі әдебиеттер мен тәжірибелер ауызекі сөйлеу тілін дамытуға көмектеседі. Қазақстан бойынша бүгінгі күні осындай 11 орталық қызмет етеді. Мәдениет орталығына кез келген жастағы қала тұрғыны келіп тәжірибе жинақтай алады. Ал 10 ақпан күні Петропавлда алғаш рет Spelling Bee атты ағылшын тілінде орфографиялық сайыс өтеді деп жоспарланған.